Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Темірбек Дәулетбек. Музыка жетекшісі болып қызмет атқарғаныма 8 жыл. Осы 8 жыл бойы жинаған еңбек тәжірибеммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Ендеше экранға назар аударыңыздар. Дүниеде менен асқан төрт құбыласты жан жоқ шалысырер. Армансыз жасарымды жасап отырмын. Құдайдың берген сегіз ұлын шетінен сайыпқан. Жайлау толы жақындар, құдан толы ойындар. Бір пендеге бұдан артық не керек? Шүкірде сал, көзін тиер, көзін тимесе сөзін тиер. Аспай, таспай, жайнап отыр. Бұл бейне жазбалар мен суреттер менің және балаларымның жетістіктері болатын. Балаларды актерлік шеберлікке қалай баулыдым, сол жайында сіздерге айтып бермекпін. Ендеше экранға назар салыңыздар. Актерлік шеберлік дегеніміз не? Актерлік шеберлік адам бойындағы қабілеттердің көмегімен белгілі бір кезең мен уақытқа тән кейіпкер жасау өнері. Ал енді балабақшада актерлік шеберлікті қалай дамытамыз? Қалай дамытуға болады? Актерлік шеберлікті музыка оқу қызметінде, кіріктірілген оқу қызметінде, мерекелік іс-шараларға қатыстыру арқылы, балабақшадан тыс іс-шаралар, яғни халықаралық, республикалық байқауларға қатыстыру арқылы, театр шеберлік атты үйірмеге қатыстыру арқылы, және де пәнаралық байланыс, яғни қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, хореограф, логопед, тәрбиеші, психологтар мамандардың көмегімен дамытуға болады. Демек, балалар бойындағы актерлік шеберлік ол ұжымдық жұмыстың нәтижесінде шыңдалады. Бала бойындағы қандай қабілеттерді жетілдірсек, актерлік шеберлігі артады? Ол дикция, мимика, қиял. Дикцияны дамыту үшін артикуляциялық жаттығулар жасалады, және де қазақтың қарапайым жаңылтпаштары жатталады. Мимиканы дамыту үшін сиқырлы айна ойнатылады, және шығармашылық ойындар ойнатылады. Баланың қиялын дамыту үшін балаларға түрлі ертегілерді тыңдатады, көрсетеді, және көлеңкелі театр қолданылады. Балалардың дикциясын дамыту үшін балалар ең алдымен артикуляциялық жаттығуларды жасайды. Балалардың жақ бұлшық еті мен тіл бұлшық еті дұрыс жұмыс жасау үшін артикуляциялық жаттығулар жасау маңызды. Дикцияны сонымен қатар қарапайым қазақтың жаңылтпаштарымен жетілдіруге болады. Жаңылтпаштарды жаттау, оларды айту, балалардың сөйлеуін, олардың сахна алдында жақсы ұстауын соған жақсы көмектеседі. Сонымен қатар балалардың мимикасын
сиқырлы айна ойыны арқылы жетілдіруге болады. Балаларға ортаға сиқырлы айна қойылады, балалар шеңбер жасап тұрады, музыка қосылған кезде балалар шеңберді айналып билеп жүреді. Кім айнаның алдында музыка тоқтағанда қалып қойса, жетекші көрсеткен суреттегі кейіпкерді балалар образға келіп, яғни сол кейіпке келіп ойнап беруі тиіс. Алдарыңызда тәжірибе кезіндегі бейне жазбаны ұсынғалы отырмын. Қабыл алыңыздар. Мен қарын аштым. Бастақ босып мен сені жеймін. Мақтағыз, сен мені шақырдың ба? Мяу. Түк-түк-түк, нәтиген туады. Және балалармен мимиканы дамытуға арналған ойындар ойнатылады. Олар мысалға ауыр және жеңіл, содан кейін нүкте деп аталатын ойындар. Ауыр жеңіл ойыны балалар шеңбер болып тұрады. Жетекші қолындағы ауыр немесе жеңілді шеңбердің ортасына тастайды. Балалар маған осы ауыр затты, мысалға ауыр затты маған көмектесіңдерші, көтерісуге дейді. Сосын балалар сол затты ауыр екенін көрсетіп, беттің мимикасымен келтіріп ойнап беруі тиіс. Ендеше тағы да тәжірибе кезіндегі бейне жазбаға назар аударыңыздар. Балалар, қазір біз ауыр немесе жеңіл атты ойын ойнамақшымыз. Мен қиялымдағы қапшықты, ауыр қапшықты сендерге бермекпін. Ал сендер шеңбер бойынша эмоцияларыңды көрсетіп, бет мимикаларыңды көрсетіп беру керексіңдер, жақсы ма? Қанекей, кеттік. Жарайсыңдар балақайлар. Қол шапалақтап қойшы өзіңізге. Келесі шығармашылық ойынымыз ол нүкте деп аталады. Бұл жұптық ойын. Екі баланың бірінің алақанына қара нүкте салынады. Алақанына нүкте салынған бала қолын кез келген бағытқа ауыстырып отырады. Ал келесі бала ол бағыттан қалмай сол қимылды қайталап отыру керек. Қолдың бағытына қарай ауыстырып отыру керек. Тағы да сіздердің назарларыңызға тәжірибелік бейне жазбаны ұсынғым келіп отыр. Балалар, қазір біз нүкте деген ойын ойнаймыз. Ол үшін жұппен бөлініп ойнауымыз керек. Қане екі-екіден тұра қаламыз тез-тез. Нұр-Сұлтан қаласындағы өнер мектебінің актерлық шеберлік атты үйірмесінен алып, балабақша тәрбиеленушілеріне бейімдеп қолданып келемін. Балалар қиялын тағы да ертегілер тыңдату арқылы, көрсету арқылы дамытуға болады. Балалар көріп тыңдап, ой өрісі кеңейеді, өз тұжырымы мен көзқарасы пайда болады. Ертегідегі кейіпкерлерге еліктей бастайды. Жас ерекшеліктеріне байланысты ертегі таңдалғаны дұрыс. Себебі ертегі сол ертегіні қойылымдап шығу керек.
кейін мысалға сәбилер тобына бауырсақ, жетілақ, шалқан сияқты жеңіл мәтінді ертегілер. Ортаңғы топтарға мақта қыз, үш торай, тағы да жетілақ сияқты орта мәтінді ертегілер. Ересек және даярлық топтарына ер көжек, ер төстік, керқұла атты, кендебай атты күрделі мәтінді ертегілер қолданылады. Бұл жерде бірінші балалар ертегіні тыңдап, бойынан өткізеді, одан кейін сөзін жаттайды, кейін сахналауға көшеді. Және мен өзімнің бұл тәжірибелік жұмыс кезімде мен көлеңкелі театрды қолданып келемін. Және бұл себебі өте ыңғайлы, қолжетімді дүние. Балаларға да өте қызықты. Керекті құралы ақ мата және прожектор ғана. Балалар бойындағы актерлық шеберлікті дамыту жолында жетістіктерімізде аз емес. Шәкірттерім 2018 жылы халықаралық таңғы шұғыла байқауының гран-при иегері атанды. 2019 жылы Открытый Қазақстан байқауында шәкірттерім бірінші орынға ие болды. Көп әріптестерім балалардың бойындағы қабілетті көре білу керек деп жатады. Мен ол оймен келіспеймін, себебі барлық бала қабілетті. Тек баланы өзіңнің әрекетіңе қызықтыра білуде. Назарларыңызға көптен көп рахмет.